Күн кешегіден гөрі қағу. Ала бұлттанып тұр. Жайық бойының ауасы жаз айларында қызық, айлап, апталап ыстық аңызақ соғып тұрады да бір күнде нілдей бұзылады. Табан астынан тұлданып, жаумақтай түнере түседі. Ысқыра өкпек желде көтеріледі. Күн күркіреп, найзағайда иір қамшысын ойнатып өтеді. Елде тандыры кепкен далада сілтідей тынып, бәріне көніп береді. Қара күздікте тоқымдай бұлттың өзі жауын шақырып, бір жұмаға жуық сіркіреп тұрып алса, жаздағысы осы. Тентектігі, қыңырлығы, әрине, мұнысы пішеншілерге жайлы емес. Шабылған жердің шөбін ұшырып ойран ботқасын шығарып жатқаны мынау. Маяшылар қосқа мана қайтып кетті. Трактордың алды тоқтапты. Базарбек қарт пен Сапарға енді әне ертұрлы да қосылды. Сәрсен әлі жүр. Қайтар емес. Менің де көзім сонда. Ол тоқтамай мен де қайтпаспын. Шабындық танабынан қиғаш далаға лағып барады екем. Тракторымды бұрып ап кейін салдым. Бір бүйірден соққан жел кабинаның ашық есігінен шөптің қиқымын ұйтқыта соғып өтті. Қырын қарай отырып, амалсыз жанымдағы көзілдірігімді кидім. Есікті жауып қоюға күн жылы. Желге бола қымтанып терлеп тепшіп жан сақтағым келмеді. Төңірек гүріл сарылдан тітіреніп кеткендей. Күннің күркірегені сияқты. Кабина есігінен мойнымды созып қарап едім. Базарбек қарт, Сапар, ертұрлы тағы біреу қосқа бет алған екен. Сәрсен әлі шауып жүр. Жоқ. Жігіттер белден төмен сайға түсіп тоқтады. Аяқтасын жердің шөбін шаппақ тәрізді. Айтам ғой. Ертұрлы бастап түсті. Сапар. Әне, Базарбек қарт та кетті. Тракторым солқ етіп бір нәрсеге соқтыға тоқтады. Қарасам. Аузы тар құдық, қалың шөптің арасынан аңдаған адам болмаса байқамағанда екен. Тіркеудегі косилканы көтеріп қойып, тракторымды от алдырып, шегіндіргем оңай шықтым. Осы сәт жанамаласа кеп қалған Сәрсенді көрдім. Тоқта дегендей қақты. Не болды? Ой, мына бір шұңқырға сүрініп жүргенім ғой. Көп мазаламай әйтеуір жіберді дедім. Сүрініп көп мазаламады дегендерім құлағына қызық естілді ме, Сәрсен сылқ-сылқ күліп алды. Жан қалтасынан шылымын шығарып, оттық сұрады. Құшырлана 2-3 сорып, қостанаудан будақтатып тұр. Шөптің берекесі болмады ғой. Ылди, ояң жерлерді бітірдік. Тәйір-ай, қайтет дейсің. Сонау пәленбай шақырым теңізге жақын қолтықты да шауып едік қой. Жайық бойы жұмақ емес пе оған қарағанда? Ұшырып жатқанын айтамда. Біздің міндетіміз шауып бітіру. Жинап қиналатын не бар? Жаңа директор мая салатындарды жіберетін болды ғой. Айтпақтайын қазір қосқа қайтамыз. Өткенде өзіңе берген бір уәдемді ұмытқан жоқпысың. Қу бала ернін жаланып, қылмыңдауын. Менің мырс еткенімді де әр саққа жүгіртіп әзілдеген болды. Көзімде құпиялы қысып қойды. Мен ішпейім, Сәке. Сені түсіну қиын. Осы өткен жұмада емес пе еді тартып жібермейміз бе, жігіттер деп біздерді желіктіргенің? Оным жай қалжың ғой. Жаңа директор қалай, Сәке дедім сөз аралатып. Ол мұрнын тыржита түсіп сәлден соң ойлана бетіме сынай қарады. Жүзінде сұрағың астарлы, кекесін емес пе дегендей сенімсіздік бар. Мүмкін маған солай көрінген шығар, өйтсе де ол бірден жауап қата қоймады. Қолындағы шылым тұқылын ақырына дейін сорып, түкіргіштеп, аяғының астына тастады. Асықпай таптап біраз тұрды. Басын көтеріп алды да, менің жауабын күтіп қалғанымды көріп. Кім біліпті? Пысықсыған біреу әйтеуір. Бәрі де ілкі келгенде өстіп осқырынып кететін әдет емес пе? Нақұрыста деді. Сәрсен екі сөзінің бірінде орынды, орынсыз нақұрыс, шошқа ғой деген сөзді қолданатын. Бұл жолы да сонысына бағып отыр. Кейін аңдадым, оның жаңа директорды жақтырмау себебі де бар екен. Бригадаға қанша жанар жағармай аласың? Қаншаға жетеді? Анау пәлен бригадаға жеткен жанар май сіздерге аздық ететіні қалай? Мына жел әбден белең алды-ау, Сәрсен ши қалпағын баса киіп көзін шаңытқан желден көлегейлеп сырт айналды. Өзі шикіл сары маңдай кісі ғой. Көзінің сығыраңдаған қиықтығы болмаса, көктігі, кірпік, қасының сарғыштығы басқа ұлтқа ұқсатарлықтай. Күн қағып, жел тигеннен бе, мойны бет алды ақ жарғақ танып тұр.
Қандай ыстықта да үстінен бір тастамайтын қара қоңыр костюмінің жағасын көтеріп қойды. Онысы мойнына шөп қиқымы түспесін деп сақтағаны сияқты. Әбден тергеуге алды де. Жақсы. Ол бетіме бағдарлай тағы бір қарады да. Иә. Ұсақ адам болуы керек. Өз басым еркектің тыраштағанын құп көрмеймін. Шошқа ғой. Қатыннан бетер ондайлар, деді тісінің арасынан шырт еткізе түкірініп, кәне жүрмейміз бе, Дидар. Қосқа тарттық. Бүгінге осы да жетер. Алда талай күн бар. Жаңа директорды да әлі көрерміз. Әрине. Жүріп кеттік. Алдымда келе жатқан Сәрсеннің тракторына қарап отырмын. Мотордың бір қалыпты сарылы музыка үніндей әлдилеп тербеп келеді. Көкем ауырып жүр дейді, Ләйлі жиілеп кетті ау. Апам да жүдеп бітті. Қайтадан мал ұстататын болды. Сапар қуанып түйе сатып алам дейді. Жинағаны мол ма, қалай? Сатуға, сатып жіберуге әуес-ақ. Есіл дерті ақша. Бірер қара сатып алайық. Жаз ағарғанымыз мол аяды. Қыс соғым ғой деп еді апам. Үй салғанда жөн. Оның бәріне қаржы қайда. Ләйләда оқуын бітіргелі жүр. Мүмкін институтқа түсер. Мен бармағанмен ол оқуы керек қой. Сәрсен несие ақша берем деп еді, сонан да алуға болады. Күзге салым қайтарам. Биыл табыс жаман емес. Шошына басымды көтеріп алдым, ой үстінде отырып аңдамағаным ғой, жолдан шығып барады екенмін. Міне қосқа да кеп қалдық. Дариға қазандық пен қызыл отаудың арасында жүгіргіштеп жүр. Орталықтан біреулер келген сияқты. Әйтсе де қостың жанынан машина не арба көрінбейді. Жол жөнекей көліктің бірімен жеткенде. Жігіттердің бәрі де шабындықтан қайтыпты. Мыналарды біз ықтасын, ылди жердің шөбін шауып жүр десек. Нақұрыстардың тұрысын қаздай тізіліп, деді Сәрсен тракторларды меңзеп. Иә, қайтыпты. Ала құйын ғой күн. Енді қайтсын. Өздері ауқаттанып та алған ба? Көрінбейді шошқалар. Ерліп қоста отырды. Сәрсен жан қалтасынан шылым алып тұтатпақ болған, шырпысы сөніп қала берді. Тфу! Дариға күндегіден жайдары, өзінің алдағы бірер жұмада совхоз орталығындағы емханаға қызметке алынатынын, күзге қарай кешкі мектепке барып, 10 жылдықты бітірмек екенін қуана айтып үлгерді. Сәрсен оған мұрнын тыржитып. Сен емдеген күні ақ өлетін шығармын деді. Қайтеді дейсің? Сөйте үйренем ғой, қайнаға. Тфу, оңбасың сен. Сәрсен сырт айнала тісінің арасынан шырт-шырт түкіріп қойды. Дариға рахаттана шалқақтай күлді. Орнымыздан тұра бергенбіз. Уа, қайнаға, қайда асықтыңдар, деп Дариға таңдана тоқтатты. Сылаңдап алдымызды кес-кестей. Әйелден ығысып көрген жан емен. Бүгінгінің бозбалаларындай елпек-селпегіңді білмейміз. Анау жеңгеңді қолыма қондырғанда қақтығып, соқтығып жүрмегенмін. Қасты бір-ақ қаққанымда алақаныма топ ете түскен, деп Сәрсеннің ойыншынды мақтанатыны барды. Сондайда. Қасыңызды қақтыңыз, Жөн. Бірақ анау шикіл сары жүзіңізден сүйік қасыңызды жеңгей қалай айырды екен деймін ау. Ең болмағанда Дидардың қасындай қою қарада емес. Ақшыл сары. Ғажап. Тегі жеңгей қашан қағар екен деп сол сәтінде бетіңізге үңіліп тұрған ау, дейтін Сапар сықақтай. Ондай өмірде болады. Сәкеңдікі рас, десіп жігіттерде іліп әкететін. Олар дауылдаса күліп жатқандай, Сәрсенде үн жоқ, күлдей сұрланып алды. Сөзі өтетін, өзінен сескене жүретін жастау трактористің бірін аңдып, міз бақпайды әлде қалай солардың бізге елігіп, ілесе қалғаны болса, тарпа бас салып, жер жебіріне жете балағаттайтын еді. Әрине, жеңгейдің жақсы адам, 3 баланың анасы, қадірменді мұғалім екенін мойындайтынбыз. Сөйткен Сәрсен Дариғаның алдында қипақтап тұрысы, мынау күнде бұлай еместін. Кейде тіпті түйеден түскендей, қатын дейтінде ізінше онысын жуып шайып, әзілге шаптыра қоятын. Енді міне, үннен айырылып, сілейіп қалғаны. Қынама бел, шолақ жең, жағалы ақ көйлек киген Дариға осы. Қазір шынында ажарлы, әсем ұялы көздің астындағы барқыттай жұмсақ қара көлеңке, жазық ақ маңдай, үлбіреген сәби ерінде әнтек ашыла қалыпты. Келген кім? Деді Сәрсен сырт қарап. Қайным, не тесіле қалдың?
Ертеңгісін көрісіп иық қой. Дариға менің қысыла күмілжіп, екі бетімнің ду ете түскенін аңдаған болуы керек, сықылықтай күлді. Соңғы күндері мені іліп қағып, ажуалауды тауыпты қайным дейді. Күні кеше бірге оқығанымызды ұмытқандай. Күйеуім үлкендеп жүрме. Солай шығар. Бәсе. Онда әрине қайнымын. Әй, жыртақтамай жөніңді айтпаймысың деді Сәрсені ашу шақыра. Қорықпаңыз, қайнаға, директор да парторгта емес. Дариға қабағын шытып ойланып қалды. Соның бәрін Сәрсеннің күйгіліктігін біле тұра жорта жасайды. Оған ойын керек. Енді кім? Сарғайтпай тез айтсаңшы, нақұрсау деді Сәрсен шыдамай. Дәрігер. Қыз ба, қатын ба, онысын білмеймін. Бірақ сізге бәрі бір ғой. Дидар болмаса. Шошқа. Тағы кім? Ит білеме. Бір келбетті мұғалім бар. Екеуі жол жөнекей соққаны ма, қалай? Арғы беттегі көрші совхозға барады білем. Манадан өстіп жөн жауабың болмай ма деп Сәрсен қосқа бет алды. Мен де Дариғаның қасында қалмай Сәрсенге ілестім. Әзілдесіп сәл отырғанда теріс емес еді, жігіттердің тәлкегінен ығыстым. Дариға жүре түсіп тоқтады. Әлгі бір көңілділіктің ізі жоқ жүзінде. Қатты алданған жандай жанары да суық тарта қалыпты. Шыдай алмай, еріксіз бұрылдым. Сен де бармаймысың, Дариға дала шаңытып тұр ғой. Жүр әңгіме тыңдайық дедім. Ол күлімдей түсіп, езуін жиып ала қойды. Бір түрлі бір момақан жайға ауысты. Бара бер. Жуатын ыдыс аяғым бар, Дидар. Солай ма? Ілеспегенін ішім жақсы көріп тұр. Баяғы ерке айтқандай қолтықтасып келгендей болар едік қой. Әрі өзі қызда емес. Біреудің қоя берген әйелі. Түндікті жауып, іргелікті түсіріп қойғаннан ба, қостың іші тымырсық. Көк ала түтін. Төрде Базарбек қарт жебелі, буырыл шалған мұртын шиырып қойып, үнсіз төмен қарап отыр. Онан берде бейтаныс жігіт. Дариға айтқан мұғалім болуы керек. Сапар, ер тұрлы, оған іргелес аласа орындыққа өткен жұмада келетін дәрігер қыз жайғасыпты. Өзге жігіттер де іргелікті жағалай дөңгелене отырған екен. Гу әңгіме. Сәрсен екеумізді деп онша елей де қойған жоқ. Мен есік жақта қалдым. Сәрсен баса көктеп терге өрлеп барады. Қол алысып амандасу мирас сияқты. Дәрігер қызға, аман ба, айнам деп жәпектеп жатыр. Сапар ойнаған боп, костюмінің етегінен тартып жанынан орын берді. Ортада көк кастрөлге құюлы қымыз. Келте танау қара бала бір тізерлей жүгініп, әр жерінің қызыл, көк сыры кете бастаған ағаш ожаумен әрқилы кеселерге сапырып құйып, жағалата беріп отыр. Бригадамызға жаңа газет журналдың жетуі сараң демесең, қымыз, ет жағынан тоқтау жоқ. Бір жақсы үзілмейді әйтеуір. Жігіттер, шылымды сәл қоя тұрсаңдар қайтеді. Жел күшейді ғой деді Базарбек қарт жөткіріне. Ақ еті қызыл тамырланған көзін манаурай ашып, жан жағына қарап қойды. Үйімізді құлатып кетпесін. Айтыпсың, о не, қаңбақ па сонша. Бұл жаңбырдың алды ғой. Көремісіңдер? Жаңбырдың иісі бар. Қой әрі. Қайдағы жаңбыр? Әй, саған не жоқ? Ойбай-ай, мынаның емініп шылым-шылын қара. Таста кәне. Қойыңдар, жігіттер деп Базарбек қарт жастарға басу айтып, дабыр-дұбырды тоқтатты. Әлі сол әңгіме не жайлы екенін түсінбей отырмын. Мұндай күнде қос басында карта ойнау, аздапта болса ішу жүретін. Ол соңғы ай тыйылды. Енді не? Газет оқу, дойбы ойнау ма? Газет, журналды Сапардан алып, сонан оқымасақ жаңасы жоқ. Дойбы жоғалып бітті. Жоғарғы білім дейсіз. Жақсы, ол не үшін керек? Қалада қалу үшін бе? Деді Сапар арқасын жазбақтай керіле түсіп. Жоғары білім алған біздің ауылдың жастары қазір қалада. Олар кетерде қайтып келіп жұмақ орнатамыз дегендер. Ауылға 100-ден 1000-нан бірі. Мына сіз сияқтылар келеді. Әңгіме дәрігер қызға бағыттала айтылды. Неге екенін кім біледі? Оқуын бітіріп, ауылға келмей қалада қалғандарды елдегі құрбылары бір түрлі кешірмейді. Үлкен айып көреді. Іштей Сапарды қоштап, дәрігер қыздың жауабын мен де тосып отырмын. Не айтпағын білмесем де, алдын ала оған қарсы дауым дайын тұрғанын сезем.
Қалада қалдың деп жазғыру меніңше қате. Дәрігер қыздың дауысы жағымды екен. Әрі сөзін нықтап, салмақтап сөйлегені қызық. Жорта солай істеп отырған сияқтанады. Неге? Біздің қатарымыз әлі де болса өнердің де, білімнің де қалада екенін білмейді. Қалаға барса тұрмыс құра алмайтындай көреді. Үркеді үлкен завод, фабрикада жұмысшы, слесар, не құрылыста сылақшы, ұста боп жүрудің өнер, таптырмас мамандық екенін түсінгісі келмейді. Қазақтың небір алғыр, талапты жігіттері шопандыққа жүгірсе, қыздары жеңіл-желпі кітапханашы, хатшылық сияқты жұмысқа ұмтылады. Әрине, шопандық та оңай емес. Ода кез келгеннің қолынан келе бермейді. Қазір 10 жылдық бітіргеннің бәрі шопан боламыз деп тұр. Олардың ішінде өзін-өзі алдап жүргендер қаншама. Өнерлі жігіттер мен қыздар да аз емес. Тамаша математиктер жоқ па? Бар, зерделі, ісмер қыздар ше. Оған жауапты кім? Деп ер тұрлы шолпанның қызулана айтқан сөзін бөліп жіберді. Менімше бәріміз. Иә, бәріміз. Жастар, деді шолпан қарақат көзі ұшқындана. Бұлайша жаман емес-ау деймін өзі. Қонақ үрікпес кейпі бар, дөңгелек жүзді, қызыл шырайлы, тек шашы қысқа, шолтиған. Бұйралатқан тәрізді. Осы шашы болмаса, не шауа? Әрине, әсіресе жауапкер мектеп. Сіздің көңіліңізге келмесін. Мектебіміздің мақтаулы екенін естігем. Лайым сондай жақсы, білімді мұғалімдерін көбейе берсін. Уақа емес. Айта беріңіз. Сынсыз мін түзелмейді ғой. Мұғалімнің ақ сары жүзі қызарып кетті. Жоқ. Бұл өзі бос сөз болмады. Жай талас. Зеріккеннің шаруасы деуде қате. Шынында біздің тұрмыс тірлігімізде түсініксіз жайлар көп қой. Манағыдай нем кетті тыңдамай, мен де елеңдеп, әңгімеге құлақ түре бастағанымды сезіндім. Осы сәт. Дидар. Оу, Дидар, деді біреу сыбырлай. Жалт қарап едім, қымыз сапырып отырған келте танау бала екен, есікке қарай иек қақты. Түсінбедім. Не? Дариға. Дариға шақырып тұр, деді. Тыныш. Әне, өзі де келді ғой. Жалт-жұлт еткен көзай осының Сапар тамсана алақанын уқалап қойды. Дәрігер қыздың сөзін бөлмедім бе дегендей жаутаңдайды. Жігіттер Дариғаның манадан көрінбей, енді келгеніне таңданғандай. Әңгіме үзіліп қалды. Ғафу етерсіздер, Дидар керек еді. Ет шаптырып алайын деп кешкі астыда салатын уақ болды ғой. Дариға көп көзінен қысылған түр танытты. Жүзі ду қызарып жүре берді. Үстіндегі ақ көйлегінің өңірін түзеткенсін сырт айналды. Қап, мынау тағы да ұялтау адамды. Етті күнде мен шауып беріп жүргендей. Әйелдің істейтін жұмысын айтып, ең болмаса тамызықтық ағашты ұсақтап бермес пе екен демей ме? Дәрігер қыздың көзінше жер қылдау. Дидар. Әй, Дидар, бар. Ақ қамын жасас деп еді, есік жақтағы біреу, өзгелері оған қосыла жарыса күлісті. Әне сөйтеді. Қайдағыға жорып. Уа, тұрсаңшы. Өңкеген түрін құрымағыр, қозғалу жоқ. Жалпиып отырсын. Кімнің сөйлеп, кімнің күліп жатқанын түсіне алмай орнымнан тұрдым. Қысылғаннан шып-шып терлеп кеттім. Үйден қалай шыға жөнелгенімді аңдамадым. Дала әлі сол ұйтқыған жел. Қапырықтан шыққаннан ба, тынысым кеңіп, көңілім сәл жадырағандай болды. Дариға мені күтпей Қызыл Отауға қарай бара жатыр. Қыпша бел көйлегінің етегін жел ұйтқытып кетеді. Ол етегін қолымен басып, сықылықтай күледі. Күлкісі бір түрлі жағымды. Өзі сондай ала құйын желді, жаңбырлы күнді сүйеді-ау дейім. Неменеге күле береді? Жаңағысының бәрі өтірік екен ғой. Қуып жеттім. Жындандың ба, неменеге күлесің? Дедім білегінен ұстап. Ол қолын тартып алды. Сенің қысылғаныңды көргім кеп кетті. Ха. Ой, шегім-ай. Желкеңді қаси беретінің не? Сапар мен Сәрсен мені шын қысылып тұр деді ме, ауыздарын ашып қалыпты. Әсіресе Сапар киіктің асығындай боп алып, қутың-қутың етеді. Пәлесін қарашы. Мен сенен Сапардың ненің асығындай екенін сұрап тұрмын ба? Неге шақырдың? Ет шаптырғалы емес қой, әй, ең болмаса ағаш ұсақтатып алғалы демейсің бе? Қойшы.
Қолын алдына ұстап, сәл ойлана төмен қарап тұрып қалды. Үндемейді, ет шабуға кеткен Дидарды көріңдер. Мөлеген түрін құрығыр, тұрысын деп жатыр-ау. Ыңғайсыздана қос жаққа көз тастап едім, Дариға тағы да мырс етті. Әй, сенмен ыржалақтап болдым. Жетті тәлкегің. Бұрылып қосқа бет алдым. Дидар. Не? Дариға шошына қалыпты. Неменеге үрікті? Таңдана тоқтадым. Келе жатыр. Жел көйлегінің етегін олай-бұлай тартқылап кетеді. Маңдай шашы қуана секіріп, билеген сәби тәрізді. Жақындай түсті. Егімнің астына ал қызыл ерні тигендейді. Тұла бойым лапылдап жанып, жүрегім лүпілдеп қоя берді. Тақала кеп тұрды. Ал қызыл ерні сәл ашыла дірете қалған. Дариға, не? Деп қалай шегіншектегенімді аңдамадым. Қос ішіндегі жігіттердің бірі қарап тұрған шығар дедім бе, білмеймін. О, су жүрек, Дариға сықылықтай күліп, бұрылып жүре берді. Қазандыққа қарай барады. Мен де таңдана ілестім. Дариға әлгі етін қайда? Шауып берейін. Қой әрі. Бұрылып қосқа қайттым. Тәжікелесіп тұрам ба? Жігіттер менің келгеніме көңіл бөлмеді. Үйлыға әңгіме тыңдап отыр. Кейбіреуі тіпті мойнында бұрмады. Сапар ғана сол, пыш-пыштап әлсін әлі бүйірімнен түртетін. Ал, хал жақсы ма? Деді ол қолтығымның астына басын соғып. Көзі торға түскен атжалманның көзіндей жылт-жылт етеді. Қарадан қарап көңілім әлем-жәлем боп, еш жадырамай қойғаны. Бір түрлі бір нәрсеге өкінетін сияқтымын ба? Неге үндемейсің, Дидар? Не? Солай. Өзіңді есеңгіретіп тастаған ба? Жә, қобалжыма. Сабырлы бол. Мен білсем бе? Ол сені өлердей сүйеді. Тырс етпе. Сені дәрігер қыздан. Мына шолпаннан қызғанып жүр ғой. Аңдамаймысың? Деді ол сыбырлай аузын құлағыма тақап. Жаңағы ойнақланған көз енді ойлы, тұнық. Бетіне қарап, аңдайым дегендей басымды шұлғыдым. Сенің орныңда өзім болар ма едім? Әттең Сапар күрсініп қойды. Үндемедім, не дейін оған? Досымның өкінгені көңілімді аз да болса өсіргендей еді. Дариғаның су жүрек дегені есіме түсіп, ізінше басылып қалдым. Су жүрек боп кімнен қорқыппын? Сонда өзі батыр, Есалаң неме? Жынды деп осы сәрсен бекер айтпайды. Мейлі, Дариғаның сөзі не, өзі не? Қиналатын дәнеңе жоқ. Іргелікке жауырынымды бере, шалқая отырдым. Әңгіме манағыдан гөрі қыза түскен сияқты. Жігіттер ауық-ауық жамырай күлісіп қояды. Жақында мен бір мектепті араладым. Совхоздың шалғай теңіз жақтағы бөлімшесі деді Шолпан Базанбек қартпен Ертұрлыға алма кезек қарап. Аты қазір есіме түспей тұр. Уақа емес. Айта бер, қызым. Базарбек қарт әжімді, қара сұр жүзін жасырғандай сырт айнала түсті де, басын қайта көтеріп алды. Онысы бір сәт даладағы ала-құйын желге құлақ түргендегісі тәрізді. Сонда мен тұңғыш рет Махамбет Өтемісовтың майлы бояумен салынған суретін көрдім. Қандай тартымды сырлы еңбек еді десеңізші. Осы қазір Рамадан. Қан емесің қасқырсың. Қас албасты басқырсың. Деп шыға кеп, ақырып жіберердей әсер етті. Мұғалімнің бірінен жас суретшіні көрсетіңізші дегем, ол күнәлі жандай. Жолдас, дәрігер. Кешірерсіз, ол жігіт өткен жылы бітірген 10 жылдықты. 120 километр жердегі Мойнақтыда Шопан. Бір отар қойы бар деді. Сурет салама? Білмейім. Қайдан салсын? Қолы да тимейді ғой оған деп қойды. Малының шығыны да жоқ емес сияқты. Шаруаға қырсыздау көрінеді. Қырсыздауыңыз не? Қолынан келмейді демейсіз бе? Шопандыққа үгіттеп адастырғанша, оны құрылыс техникумы тәрізді жанына жақын мамандықтың біріне бағыттамадыңыз ба? Мұғалімсіз ғой дедім шыдамай. Жолдас дәрігер, біз партия мен үкіметтің шақыруына үн қостық. Сіз олай болса партия үндеуін түсінбегенсіз. Қалайша? Партия қолынан іс келетін, соған бейімділігі бар жастарды шақырады. Соларды баулыңдар дейді. Ал сіз сияқты бірлі жарым мұғалімдер бас көзіне қарамай, небір өнерлі жастарды теріс жолға сап, адастырып отыр.
Суретші бала құрылыс техникумын бітіріп келсе, совхозға қандай пайда келтірер еді, білемісіз? Қазір не істеп отыр? Шығыны бар дейсіз. Оған кінәлі кім? Әрине, бала. Жоқ, сіз. Үкіметті шығындатып отырғанда сіз. Суретші баланың отарында шығын болса, оған жауапкер де сізсіз. Дәлірек айтқанда неде? Дәрігер жолдас, сіз эрудированный адамсыз ғой. Жалпыламалықты қойып, фактінің тілімен сөйлесеңіз, деді ол бүйірін таяна шіреніп. Мені ықтырып тастамақтай, ақия қалды. Бір сәт мырс етіп күліп те жіберді. Қазақтың 10 жылдық бітірген баласы шопандыққа ұшып тұрса, мен қақпайлауым керек пе? Ал ол бала. Әлгі сіз айтқандай суретші балаға қалайда шопан боласың деппін бе? Неге? Жоқ, сіз үйдегендей есепсіз адам емессіз. Бір-екі баланы сіз шопан боп колхоз-совхозға барамыз дегізіп сөйлетесіз. Сізге олардың арманы, өмірде алдына мақсат етіп, осыған жетсем дегендей талабы керек емес. Бұл жерден сізге қалайда бедел алу жөн сияқты. Ол және де оңай өз-өзінен келгел тұрған жоқ па? Бүкіл кластан шашау шығармай ауыл шаруашылығына аттандырсаңыз жетіп жатыр. Хош деңіз. Жаңағы 2-3 белсенді баланың шақыруымен қаулы алынады да, басқалары бас изеп мақұлдаушы болады. Бірлі-жарымы қалаға, заводқа, фабрикаға, құрылысқа барам дегендей батылсыздау ниет білдірсе, оны сіз жолдастарын алдады, коллективтен бөлінді, опасыз деуден жүз жанбайсыз. Өмір жолын аттамай жатып, қандай жас жаңағыдай ауыр күнәні мойнына көтереді. Намыс қой, өнерлі, суретші бала сияқтылар осындайда не істей алма? Әрине көнеді. Үкімет пен партия сіздің мұныңызды біле ме? Жоқ. Өтіріктің жатпайтыны белгілі. Кейін ашыларда. Бірақ оған дейін сіз қанша жас жанның сенімін жоғалтасыз. Сіз мұны мұғалім біткенге айып етіп тақпақсыз ғой, а? Жоқ, мұғалім жолдас. Тек сізге ғана. Томарлы бөлімшесіндегі мектепте болғаныңыз бар ма? Ал, иә. Онымен не айтпақсыз? Сондағы өзіңіздей мұғалімдер де үкімет пен партия шақыруына үн қосты. Бірақ олар сіздердің істегендеріңізді құптамайды екен. Жастармен кең отырып мәслихаттасыпты. Шопандыққа баруға ниет білдіргендерден бір бригада құрып, фермаға сол мектептің мұғалимасының өзі бастап апарыпты. Өзі де оқушыларының жанында бір жола қалатындығын білдіріпті. Жастардың енді бір тобы қаладағы жаңадан тұрғызылған химиялық заводқа жұмысшы боп кетіпті. Үздік бітіргендерінің жоғары оқу орнына түскендері де бар. Қазір фермада қалған жас сауыншы шопандар қаладағы жұмысшы құрбыларынан хат алып тұрады. Қызу байланыста. Партия шақыруына үн қосу дегеніміздің өзі міне осы. Мұнан кейін сізді кім деуге болады? Оны енді сізден сұрамадық. Жаналғыштың өзі болсаңыз да келген шаруаңызды айта беріңіз. Менің шаруам директорда. Со кісі келгенге дейін жай пікірлесу еді де сізбен. Артықтау айтып жіберген жерім болса ғафу етерсіз. Дәрігердің мұндағы жұмысы не деп ойлай көрмеңіз. Ауылдағы тіршілік, оның кем-кетігі оқығандарымыздың бәріне ортақ жай дедім. Тым лепіріп, мылжыңдап кеткенім жоқ па, осы дегендей ойда тұрғам. Мектептің директорымен болам деп күмілжіді. Айтылғанның артық кемдігін елебекшеп қайтеміз, дәрігер жолдас. Олардың төңірегіндегі әңгіме ешқашан артықтық етпейді. Иә, сіз мені біраз сойылдадыңыз, директор сұңқылдай күлген болды. Басындағы шетен қалпағын алып, желпініп қойды. Міне, мектеп директорымен арамыздағы әңгіме осындай бақай қағыспен өтті. Оны да жазғыру әрине қате. Бәрі өзімізден. Шолақ белсенділерді де даңғой, ойсыз салдырлақтарды да, жалған жанашырды да өзіміз жасай аламыз. Менің байқап жүргенім, ауылда мамандарды құрметтеумен бірге асыра көтермелеу сұмдық екен. Өз басым ауданды былай қойғанда совхозда талай бақылау. Тексеру комиссияларының ортақ қолымын. Алғашында тіпті мастанып есім шығып кетті. Нешедесің, қызым? Деп Базарбек қарт қозғалақтап қойды. 23-темін. Неге сұрадыңыз, аға? Бір күнде істеген ісіне есеп бере алатын жаста ма екен дегенім ғой. Қалай? О жасқа жетіппін бе? Әрбір күнімізді біз. Қарттар кешке шай үстінде іштей қорытындылап отырамыз, деді ол тура жауап бермей.
Сөйтсек кейде жастардың астына көпшікті қойып, сонау совхоздың үстіндегі бұлтқа жеткіземіз де, ал енді бір керегінде әлгіні жерге түсіре алсақ не болар? Сол жоғарыға шығарғандардың жақсылығын айтып, құрмет тұтудың орнына өз беделі мен атын күйіттеп кетеді екен. Әрі берден кейін көпті мысқылдап, ондай миығынан күлетіндер де табылады. Жоқ. Балақандарым, адаспаңдар. Оныңыз рас, аға. Мен қатар құрбыларымның атынан айтсам ақыл бүйсіді дей көрмеңіз. Жалпы біз жастардың айтамау үлкендердің қадірін тірлігінде бағалай бермейміз ғой, жасыратын не бар? Олар болмаса дүниені дөңгелетіп жіберердей көреміз. Бір сәтке сонда, жаным-ау, бізде ертең қартаймаймыз ба? Кейінгі іні жол бер, кәрі қақпас дей тұрса, қайтер едік деген ой келсеше. Шолпан қабағын шытып, қызына тоқтады. Көзінде бір өткір ұшқын ойнайды. Менің аңдағаным, Шолпан осы әңгімені желпіне, әрбір сөзін барынша дәлелді нықтап айтуға тырысуында өз көңілін сендіру бар ғой деймін. Мүмкін ол қалаға өзі өскен, үйреншікті тіршілігін жоқтап қайтқысы кеп жүрген шығар. Мұндайда сырластық тың ғана көмегі болмаса, адамды құртатын іштегі арпалыс. Әке-шешесі жоқ. Қалада жамағайындарының қолында тәрбиеленіп білім алған. Ел дәстүріне орашолақ. Кім білсін, мүмкін сонан шығар. Ол тым жалтақ, бірден ашылып кете алмай, көз бағаты дегені бар, бірде Сапардың өмір тарихын қайдан естіп жүрсің деп едім. Сәрсеннен деді. Оның да білмейтіні болсайшы. Найзағай жарқ етіп, артынша күн күркіреп қоя берді. Жердің бейне бір көбесі сөгілгендей. Түндікті желпілдете, төңірек астан кестен болды. Үрейлене, үрпейісіп отырмыз. Әңгімеде үзілді. Әрі жаңбыр тамшылары киіз үйдің үстін сабалап, табалдырық алдындағы ақ таңдақ тақырды әп-сәтте шұбарландырып жіберді. Қалай аманбысың? Деді ертұрлы Сапардың бүйірінен нұқып қалып. Кетші әрі Сапар кіржіңдеп сырт айналды. Мә, бәлем. Төкті ғой, есік жақта отырған жігіт орнынан ұшып тұрды. Бәріміз үркердей оған ілесе көтерілдік. Базарбек қарт әлгінде ертұрлының ерсі ойынына қабағын шытып қалған, әйтеуір ұрыспады. Естімеген болды. Шолпан да аңдамаған сияқты. Ұят ғой. Ол бізді қатар құрбы көріп, арамызда отыр. Қанша дегенмен қыз емес пе? Охо, бәсе. Сөйтші. Кемпірдің көз жасындай бірдеңені бүркіп, жартпай-ақ қойып ең. Сөйтші, бәсе, деді Сапар кимелей. Шолпанды итермелеп барады. Оны аңдамайды ғой деймін өзі. Кемпірдің көз жасындай дейді. Көре қалғандай. Әй балалар. Шығармайтындары жоқ. Базарбек қарт басын шайқап күлді. Дариғаны қара. Кәне. Ой, кимелеп қайда барасың десіп жігіттер есікке кептеле, бірінің үстінен бірі мойнын созып жатыр. Өй, мына Дидар өлтіретін шығар өңкейіп. Аяғыңның астына қарасайшы. Түк көрмейді ғой деп Сапар шыр-шыр етеді. Бұл жігіттердің соңына қалай шығып қалды. Жайлап көтеріп алдым да арт жағыма қоя салдым. Өй, жіп бер. Ит, ай, қылды ау қылықты. Дариға жалаң аяқ, жалаң бас. Үстінде қынама бел, жеңі шолақ ақ көйлегі малмандай су. Денесіне жабысып, бір түрлі сұлуландырып жібергендей. Құйып тұрған жауын астында жарқылдай күліп жүр. Жазғы жауын жақсы ғой. Қою қара шашын жауырынына төгілдіре түсіріп жіберген. Көзіне түскен шашын серпілте, басын көтеріп алғанда ақ тамағы жарқ еткендей болады. Жаңағы күн осынша неге күркіреді десек, жерге бір сұлудың түскенін паш еткен екен ғой. Ай, аңқау басымыз-ай. Сұлуың не, періштеде? Періште. Жынды. Есер қатында. Періштеге теңеп тапқан екенсің сұлуды. Шошқа деп Сәрсен манағы қымыз құйған келте танау қара баланы езулеп тастады. Жігіттердің лепірген көңілдері басылып, оны қостағандай ыңғай танытты. Үндемеді, дабыр-дұбырда басыла қалды. Қазақтың қай қатыны жауын астында өстіп жүр. Сәрсендікі жөн. Жынды да. Ойымды Шолпан бөліп жіберді. Олай демеңіз. Дариға жақсы адам. Айнам-ау деп келе жатыр еді Сәрсен. Ол сұлу. Өте көрікті адам. Жалған ұяттың керегі не деді тоқтатып. Жауын басылды ғой. Не ғып тұрсыздар? Дариғаның сыңғырлаған ашық үні бәрімізді елең еткізді.
Жігіттер, қан тимесіңдер, еріп кететін, шықсаңдаршы. Шолпан жүгіріп барып Дариғаны құшақтай қолтықтап алды. Екеуі сыбырласа күлісіп жатыр. Жауын тез басылғанына қарағанда өткінші сияқты. Әйтсе де әлі күп шығатын емес. Қара қошқылдана жөңкіле өтіп барады, төңірек жасылдана сергіп қалғандай. Ақшаңдақтанған тракторларымыз да қарайып кірінен арылыпты. Самаладай боп тұрыстарын. Дариға бізді меңзеді. Шолпан да оны қостағандай есік алдында ұйлығып, үйден ұзай қоймаған жігіттерге күле қарайды. Әй, сол қатынның сөзі не, өзі не? Кәне, ішке кірмейміз бе? Деді сәрсен бүгіжектен. Жігіттер үнсіз тұра берді.